Саламатсыздар ма? Бүгін центрлік және осьтік симметрия деген тақырыпты қарастырайық. АВ деген кесіндісі берілсін, және О деген нүктеден А деген нүктеге және О деген нүктеден В деген нүктеге дейінгі қашықтықтар тең болатын болса. 124-ші сурет. Егер осылай тең болатын болса, онда О деген нүктені біз АВ кесіндісінің ортасы деп айтады екенбіз. Егер О нүктесі АВ кесіндісінің ортасы болса, онда А және В нүктелері О нүктесіне қарағанда центрлік симметриялы деп аталады екен. О нүктесі симметрия центрі болады. Центрлік симметрияға мысал келтірейік. Мысалы ою. Берілген ою центрлік симметриялы болады екен. Себебі бізде ол оюдың бойындағы кез келген нүктеміз симметрия центріне дейін қашықтықтары тең болады екен. Олай болса, берілген оюдың тағы да бір нүктесін алып көрейік. Ол нүктені де центрге қосатын болса, ол ара қашықтықта тең болады. Демек, бұл центрлік симметриялы фигура болады екен. Ал енді кез келген бір, мысалы, үшбұрыш болсын. Бұл үшбұрышымызда бұл үшбұрыштарымыз центрлік симметриялы болады. Себебі мынау симметрия центрі О деген нүктеге байланысты. Ол екі үшбұрышымызда симметриялы болып тұр. Ал енді бізде тағы да мынандай үшбұрыш болуы мүмкін. Бұл екі үшбұрышта центрлік симметриялы үшбұрыштар болады. Оның да кез келген нүктелерінің арақашықтықтары сәйкес тең болады екен. Бірінші мысал. Координаталар басы О нүктесінен қарағанда Е нүктесіне центрлік симметриялы болатын F нүктесін салайық дейді. Енді осы А деген нүктеге центрлік симметриялы болатын бір нүкте салуымыз керек болсын. Ол үшін координаталар басын белгілеп қойық. Координаталар басы О деген нүкте болсын. Олай болса, А деген нүктеге симметриялы болатын Б деген нүктені салу керек болсын. Ол үшін біз сәуле жүргізуіміз керек. Ал енді осы АО деген пайда болған кесіндіге тең болатындай ОБ деген кесіндіні сәуленің бойынан салуымыз керек. Бізде нүкте табылды. Енді ол нүктенің атын біз Б деп қояйық. Сонымен А және Б деген нүктелеріміз координаталар басы О деген нүктеге қарағанда симметриялы болады. Енді А деген нүктені мен жылжытсам да болады. Сонда симметриялы Б деген нүктеміз ол симметриялы болып қала береді екен. Координаталар басы О нүктесіне қарағанда АВ кесіндісіне центрлік симметриялы болатын МК кесіндісін салайық дейді. Демек, АВ деген кесіндіге центрлік симметриялы болатын МК деген кесіндіні салуымыз керек. АВ кесіндісі берілді. Енді осы АВ деген кесіндіге центрлік симметриялы болатын МК деген нүктені салуымыз керек. Сәуле жүргізуім керек. Ол үшін координаталар басын белгілеп алайық. Координаталар басы О деген нүкте болсын. Енді АО сәулесін жүргізейік. Енді АО сәулесін жүргізгеннен кейін тура бағанағы алдындағы мысал сияқты М деген нүктені тауып алайық. М нүктесін таптық. Енді N деген нүктені табуымыз керек. Ол Б нүктесіне симметриялы болу керек. Әрекетімізді қайталаймыз. N нүктесін таптық. Енді М және N деген нүктелерді бір-біріне қосатын болсақ. Бізде Мн кесіндісі пайда болды. АВ және Мн деген екі кесінділер бір-біріне центрлік симметриялы кесінділер болады екен. Егер А және Б нүктелерін қосатын кесінді L түзуіне перпендикуляр және А нүктесінен L түзуіне дейінгі қашықтық Б нүктесінен L түзуіне дейінгі қашықтыққа тең болса,
А және Б нүктелері L түзуіне қарағанда симметриялы нүктелер деп аталады екен. L симметрия осі деп аталады. 29 деген суретке қарасақ, бұл жерде А және Б деген нүкте берілген, және ол АБ деген кесіндіміз берілген L деген түзуге перпендикуляр болу керек. 90 градус жасау керек деген сөз. Және АО деген кесіндіміз БО деген кесіндіге тең болу керек. Олай болса, А және Б деген нүктелеріміз L түзуіне қарағанда осьтік симметриялы нүктелер болады екен. Симметрияға мысал келтіретін болсақ, мысалы, көбелек болсын. Көбелек бізде осьтік симметриялы болады екен, себебі тура ортасынан егерде біз жүргізетін болсақ, онда екі жағындағы бөлігі бір-біріне тең болады. Немесе тура осы ортасынан жүргізген түзуден біз егер қағаздың бетінде тұрса, бүктейтін болсақ, онда екі жағындағы бөлігі бір-бірімен беттеседі. Демек, бір-біріне сәйкес келеді деген сөз. Тағы мысал келтірейік. Эйфель мұнарасын мысал келтіруге болады. Келесі үшінші мысалға қарайық. Ордината осіне қарағанда АБС үшбұрышына симметриялы МФК үшбұрышын салайық дейді. Ордината осіне қарағанда дейді. Демек, біз координаталар жазықтығына көшуіміз керек. Олай болса, біз кез келген бір үшбұрышты сызайық. АБС деген үшбұрыш болсын. Әрбір нүктеден ордината осіне перпендикуляр түсіреміз. Берілген түзулер ордината осін нүктелерде қиып өтті. D, E, F деген нүктеде қиып өткен болсын. Олай болса, BD кесіндісіне тең болатындай және бір нүкте алуымыз керек. Ол B' нүктесі болсын. Келесі С деген нүктеден E деген нүктеге дейінгі қашықтыққа тең болатындай С Е' деген нүкте кесінді С' деген нүкте алынсын. F A' кесіндісін саламыз. Енді берілген үш нүктені біз бір-бірімен қосатын болсақ, бізде A', B', С' деген үшбұрыш пайда болады екен. Номері 1135 есепке қарайық. Координаталық жазықтыққа абсцисса осіне ордината осіне қарағанда берілген нүктелеріне симметриялы нүктелер салыңдар дейді. Демек, А деген нүктенің координатасы бізде берілген болса, 1-де 4 деп берілген болса, онда осы нүктеге симметриялы болатын Б деген нүктенің координатасы абсциссасы сол мәнде қалады. Ординатасы қарама-қарсы санға айналу керек. Сонда -4 деп жазамыз. Ал енді ордината осіне қарағанда симметриялы болатын нүктені тап десе, онда біз ордината осіндегі координатасын сол күйі қалдырып, абсцисса осіндегі координатасын қарама-қарсыға айналдырамыз. Демек, бірінші есебінде Б деген нүктеміз координатасы 1-де -4 болады. Екінші ордината осіне қарағанда деген сұраққа, онда Б деген нүктеміздің координатасы -1 және 4 болады екен. Келесі Ә дегеніне қарайық. Б деген нүктеміздің координатасы -3-те -3 және 2 болса, онда абсцисса осіне симметриялы болатын нүктені табуымыз керек. Ол нүктеміз А деген нүкте бола берсін. Біріншісі, сонда абсцисса осіне жаңа айтылды. Егер абсцисса осіне симметриялы десе, онда ординатасының
координата ағысындағы санды қарама қарсы айналдыруымыз керек. Демек, А деген нүкте болатын болса, онда -3 және -2 болады. Екіншісінде ордината осіне қарағанда деп тұр. Демек, абсцисса осіне қарама қарсы айналдырамыз. Абсцисса осі -3 болып тұр бізде. Демек, оған қарама қарсымыз 3 болады. Ал ордината осін солге жазамыз. Келесі, Б дегеніне қарасақ. С деген нүктеміз координатасы -1 және -5 дейді. Біз біріншісінде абсцисса осіне симметриялы болатын нүктені табуымыз керек екен. Демек, Б деген нүктеміздің координатасы абсцисса осі сол қалпы қалады, -1. Ордината осі қарама қарсы санға айналады. -5 болса, демек, ол 5-ке айналады. Келесі, екіншісі. Ордината осіне қарағанда дейді. Ордината осіне қарағанда кезде біз абсцисса осіне қарама қарсы санды жазуымыз керек. Демек, -1-ге қарама қарсы сан 1, ал -5 сол күйі жазылады. В дегеніне келсек. Д деген нүктенің координатасы 4, -3. Бірінші, абсцисса осіне симметриялы нүкте. Демек, В деген нүктеміздің координатасы 4-те 3 болады. Екінші, ордината осіне қарағанда симметриялы болу үшін біз абсцисса осіне қарама қарсы санға айналуымыз керек. Абсцисса осіндегі координатасы. Демек, 4-ке қарама қарсы санымыз ол -4, -3 сол күйі жазылады. Номері 1136. Бұл жерде координаталы жазықтыққа берілген нүктелердің координаталар басына симметриялы нүктелер салыңдар және оның координаталарын жазыңдар дейді. Біріншісінде М деген нүктеміз -4 және 3 екен координатасы. Осы нүктеге координаталар басына қарағанда симметриялы болатын нүктені жазуымыз керек. Ол М' деп белгілейтін болса, онда бұған симметриялы болатындай нүктені табу үшін берілген координаталарды қарама-қарсы координаталарын қарама-қарсы сандарға айналдырамыз. Мысалы, -4 болып тұрса, біз 4 жазамыз. Ал 3 болса, -3 жазамыз. Тура солай екіншісін табайық. N деген нүктенің координатасы 5 және -2 екен. Демек, N' оған симметриялы болатындай, координаталар басына симметриялы болатындай нүктенің координатасы 5 болса, демек, -5 жазамыз. -2 болса, демек, 2 жазамыз. Қарама-қарсы айналдырып отырық. Келесі, үшіншісі. Q деген нүктеміз координатасы 4, 1 екен. Демек, Q' деген нүктеміз -4 және -1 болады. Төртінші. P деген нүктенің координатасы -1 және -1 екен. Оған симметриялы болатын P' деген нүктенің координатасы 1 және 1 болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.